Баба үні тіл қатады. Міне, егемендік алған кезімізде баба үні таңбалары терең зерттеліп, құпиясы анықталып, осы таңбалар арқылы бал ашуға болатындығы анықталып отыр. Баба үнімен бал ашу үлкен адамдарға жасалады. Өндірлерге ашуға болмайды. Көне заманда Тәңір дінінің тәуіптері баба үні таңбасымен қасиетті жазулар жазып, ішірткі жасап, сырқаттарды емдеп, бал ашқан. Қазақ баба үні таңбасы арқылы бал ашқанда сұрайтынын генетикалық ақпараттың негізі бабадан, хромосомнан сұраған. Сонымен кеңескен, ақылдасқан. Баба үні таңбасының қасиетті ісі бабаның қасиетті ісіне толық сәйкес келеді. Егер сұраушы адам баба үнімен кеңесетін кезде ойын жинақтай алмай сұрақты дұрыс қоймаса, жауапта дұрыс болмай шығады. Баба үні таңбасымен кеңесіп, ақылдасатын адамның жүрегі таза, ойы нақ, пейілі ашық, болмысы дерлік сабырға ұйыған, ақи жанды болуы шарт. Баба үні таңбасы арқылы бал ашу, адам болмысында орны бар нақты затпен кеңесу, хабар ошар алу, сондықтан ол қазақ дүниетанымының құдіретті құралы. Баба үні таңбасын пайдаланып, үлкен кісілерге кеңес бергенде, немесе жол ашқанда ақиқатқа негізделген тұжырым айтылуы керек. Адамды баба үні таңбасының құдіретін пайдаланып, жадылап, қарғысқа малып, дұға салып, жамандық жасалса, осыны жасаған адамға жаман ақпарат қайта қайтады. Өзіне оралмаса да, ұрпағына кесірі тиеді. Қайта туғанда өзін табады. Баба үнін пайдаланып, болашақ туралы айтылатын болжаны қазақ зауал дейді. Зауал айтатын адам бал ашқызбақшы кісіге қапшықта жатқан баба үнінің таңбасын алғызып, ойын саралап барып, нақты да анық сөздермен зауал айтқан. Баба үні және оның қасиетті әріптерін пайдаланып, зауал айту амалымен тек қана қасиетті адамдар айналысуы тиіс. Себебі бұрын солай болған, бүгінде солай болуы керек. Сонда ғана зауал оңынан түседі. Баба үні таңбалары ағашқа, теріге және тағы басқа заттарға қолмен бейнеленіп, дорбаға салынып, бал ашқызатын адам дорбаның ішіне қолын салып таңбаны алады дағы, таңбаның шығысына қарай айтылмақ айтылады. Енді осы айтылған ойларым нақты болу үшін баба үнін пайдаланып, бал ашып, зауал айтқанда пайдалануға болатын таңбаларды көрсетіп, аттарын атап, оларға тиесілі кейбір сөздердің топтамасын нақтылап кетейін. Бірінші үйсін. Үйсін – собери в центр, привыкай к дому. Үйсін баба, ұлы жүздің жақсы мен жаман қатар жүретінін ескертіп тұратын таңбасы. Ұлы жүзді қамшы беріп, қам ойлатып, алға қой деген сөз тегін айтылмаған болар. Үйсін баба адамның бойында пәле-жәледен қасиет арқылы қорғана білу заңдылығын ұйымдастырып, кез келген қиын жағдайда құт арқылы жедел көмек беріп, Құдай мен аруақ пен адамның арасын жалғастырып, нақ шешім қабылдай білу қабілетін дамытып, рухани қуаттардың адам болмысына еркін ендеп қызмет жасауын реттеп,
салиқалы ережесін заңдастырып, тұтқиылдан шабуыл жасап, сырттан келетін жаман істерге қарсы тұра алатын сана, өрі, ақыл, ойлану секілді сатылардың құдіретін пайдалана білудің жолдарын реттеп, адамның бойында жамандықтан қорғану, сәттілікті арттыру, жасалынатын қастандықты алдын ала сезе білу қасиеттерін қалыптастырып, Құдайдың қолдауы мен құдіреті мол қорғаушы күшке ие болу амалын қарастырып, аруақты мерейге бөлеп, санамен байланыстырып, достық қарым-қатынас, туыстық тұтастықты сезіне білу қабілетін заңдастырып, жаңашылдыққа жақын болу қабілетін дамытып, өруден келген жауапты пайдалы іске бағыттай білу қасиетін өркендетіп, 300-ге тиесілі рухани құндылықтарды өзді-өз орнына нақ орнықтырып, ақылдың бойында болатын шалт бұрылыстарды азайтып, өрені көкке өрлетіп, адамның дарынын шарықтатып, шығармашылық құтқа ие болдырып, рухани өрлеу бастатып, кейбір кездері өмірдің тағдырға, тағдырдың пешенеге ауысып, жалт бұрылып, адам болмысын талқандап кететін жағдайға қарсы тұра алатын қасиет пен қабілетті тұрақты ұстап, жамандықтан сақтайтын дұрыс жол мен надандықтан қорғана білу құдіретін адамның болмысында тұқым қуалауды заңдастырып салады. Сезімге берілме, сабыр сақта, өрі мен қырағылық нақ шешімнің негізі екенін ешқашан ұмытпа. Екінші баба алас. Ал возьми, ас переходи. Алас бабасы адам болмысында мынандай жағдайларды туындатады. Алғыс үйсін бабамен жұптаса орналасқанына қарамастан, кейбір жағдайда оған тиесілі небір қасиеттерді ұмыттырып, жолдан тайғызып, адамды босаңсытып, алдау мен алдампаздық жолына түсіріп, жақсы ұсыныстардан бас тартқызып адастырып, денсаулығының нашарлауына септігін тигізетін жағдайларды қалыптастырады. Сол себепті адамның бойында Тәңірлік Құдайдың намазынан бас тарту қасіреті пайда болып, кейбір істері шатқақтап, алға қойған мақсаты бұлдырап, алдау, арбау жолына түсіп, жақсылықтан үміті үзіледі. Алас баба тұғырынан туған адамға берілетін кеңес, ішкі жан дүниесін бақылап, шегініс жасап, қарсылықтың шабуылынан сақтанып, болып жатқан қиыншылыққа бейімделмей, зерделеп, нақты шешім қабылдап, жеңіске жетудің жолын аршысын. Үшінші арқи. Ар совесть қи лей нали. Арқи орда жүздің жақсы мен жаманның қатар жүретінін ескертіп тұратын таңбасы. Орда жүзді қалам беріп шешілмейтін дауға қой деген сөз тегін айтылмаған. Ал арқи бабасының негізінде өмірді мәнді жасау үшін шығармашылық жолды бір бағытқа бұрып, оны қолдап, мақсұтты қалыптастырып, шабыт шалқытып, жаңашылдық, денсаулық, дәулеткерлік пен ойлаған істі ұқыпты аяқтау, ойдың көркеюі, адал шешім, артқа әділдіктің қуатын арттыру, махаббат, ғашықтық, ынтызарлықтың аражігін ажырата білу арқылы жүйкені сабырға әкеліп, денсаулыққа шипа беру, қорғаныс, төзімділік, айтқанның қайтпай дегеніне жету, діттеу, кез келген қиындықты жеңіспен аяқтау секілді қасиеттерді адам бойына сіңіріп туғызу арқи бабаның құдіреті болғандықтан, өткенді бүгінгі мен ертеңді болашақпен тұтастырады. Арқи бабаның адам болмысына беретін қасиеті ақиқат бізде, біз жеңеміз. Төртінші баба піс. Піс созревай. Піс баба былай қимылдайды. Піс баба арқи бабаның ақпаратын кесірленіп тыңдауды доғарғанда,
араға шамалы уақыт салып барып, ойдан маза кетіп, ес тандырарлық кедергі туындайды. Сол кезде кедергіні елемей алға басу үшін піс, асқан төзімділік пен батылдықтың негізін қалап, құрыштай шынықтырып, күрескерлік қайратыңа жігер беру құдіретін қаныңа жазады. Тағдырдың қиындығына қарамай, қайрат көрсету, бастаған істі тастамау, қажеттілік болса күресу заңдылығын болмысыңа жазады. Кедергі адамды шыңдау үшін қойылатындықтан, саған кез келген қиындықты жеңуге шүбәңіз болмайтындай сенім беріп, аса қиын асулардан аса білу жігерін қалыптастырады. 5. баба 3 қан, 3-3, қан кровь, нақ, точно, правдиво. 3 қан баба адамға мынадай қасиеттер береді: нояндық, жауынгерлік, батырлық, алға ұмтылу, жаугерлік, қырағылық, тыныштықта рухани даму, ішкі қайшылықты жеңе білу, даму, сәтсіздіктерден асу, қорғау, кедергіден өту, тіл мен көзден сақтану, қуатты арттыру. Кіші жүзді найза беріп, жауға қой деген сөз тегін айтылмаған. Сондықтан 3 қан баба адамның бойында құпияны ашу, шытырман оқиғада жеңіске жету жолын табу, таңғажайып өзгерістер жасау арқылы жаңашылдық, шығармашылық, білгіштік қасиетін дамытып, жарық күні от жағып, ақиқат жолын ашып, дәлелдей білу қасиетін қалыптастырады. 3 қан бабалық ақпараты адамның жеке басының болмысын толыққанды ашып қана қоймай, алдына қойған мақсатқа міндетті түрде жете білу үшін бастаған ісін тыңғылықты жалғастырып, жеңістің шыңына шыға білу қабілетін қалыптастырады. 3 қан баба адамды үнемі жан дүниесімен кеңістіріп, намысынан нұр құйылатындай қарекет жасатып, бұғынып жатқан қабілетін оятып, алға ұмтылдырып отырады. 6. баба қана. Қана кровоточи, эксплуатируй, диктат. Қана баба үні ақиқат ұмытылып басқа жолға түскенде, адамның бойында бойкүйездік, қараңғыда қаңғыру, сәтсіздік, достан айырылу, белгісіздік, көңілсіздік, мүжілу, сары уайым, шашылып шабылу, барлығынан қол үзу, адамгершілік қуатын жоғалту секілді тауқымет пен талайымның кереғарлық үрдісін жаза бастайды. Сен адасасың, жаныңды мыстан кемпір жез тырнағымен тырнай бастайды да, жан дүниең қирап, жақындарың жаныңнан алыстап, сен ойлаған асыл ойлар баяғыда мәнінен айырылып, керегі жоқ адамға айналасың. Осының бірін есіңді жиғанда ұғасың, жан дүниең күйзелуін қойғанда ұғасың. Демек, қана бабасы астамшыл болған өміріңе тұсау салып, есіңді жиғызып, бәрін ұмыттыру үшін біраз уақыт бос бөшкеге ұқсас тағдырды басыңнан өткізуді талап етеді. Қана баба басыңа салған лаңнан құтылғың келсе, миыңды солқылдатқан сары уайымнан құтыл. Астамшылық атты көзқарастан құтыл. Ол ескірсін, еске алма, құрдымға кеткен дүние болсын. 7. баба қырғыз. Қырғыз пастриги. Қырғыз баба үні адамзат баласын ардақтау, қоғам, әл-ауқат, өмір мен өлім тұтастығы, өзіне өзі құрмет, жанашырлық, көмекке келу қабілетін адам бойында тұрақтатады. Бірақ бұл жағдайға мен деген менменшілдік ұғымнан туындайтын қиындық пен белгісіздік кедергі болып, осы кедергінің түйінін шешу үшін ойлана білуді реттеп, ақылдан жедел көмек алып, менменшілдік атты жауды тыныштата білудің амалы да қырғыз бабада орналасқан. Сондықтан сабырға кел, қырғыз бабамен тіл қатыс, менменшілдік атты айықпас дертті жең, сонда шығармашылық ойды көркейтіп, қуатын арттырып, рухани шипагерліктің құдіретіне ие болып,
ол мен деп айта алатындай жағдайға көтеріліп, өз құндылығыңды өзің біліп, қамшыл, елгезек, адамгершілік болып, еркіндік пен қоғамда өз орныңды таба білу шындығы бойыңа қалыптасады. Қырғыз баба, өзіңе менменшілдігіңді зерттетіп, асықпай ойландырып, оны бұйдалатқызып, шаруаңды тындыртып, жақсылықтың орайын туындатады. 8. Санам. Санам – манас. Санам – мое сознание. Ман – нерв. Ас – переходи. Егер кез келген адам санам баба ақиқатын ұмытса, манас оның ішкі жауына айналып, болмысын божыратып, тоғышарлық, қызғаншақтық, өзгеге құлдық ұру, ұмытшақтық, басына түскен жаманшылықты өзгелерден көріп, жау іздеу жолын адамның бойына орналастырып, сынаққа салады. Осы сынақтан өту үшін адам сабырға келіп, түптің түбінде өзінің жауы өзі екенін ұғады да, рухани ауруға ұшырағанын ұғынып, өзінің ішкі жан дүниесінде болып жатқан аласапыранға нақ қарап, шешімін санам бабаның өзінен іздейді. Ол үшін жігер мен күш керек. 9. Татар. Пробуй ар совесть. Пробуй совесть. Татар баба, күн, еркіндік, жетістік, жаңғыру, шалқу, шабыт, жеңіс, жетістік, емдеу, күшке сену, іскерлікке көмек, құпияны анықтау, кикілжің, жоғалғанды табу, өзін іздеуге, қиын жағдайдан шығу, көмек шығар есікті көрсету, қорытынды шығару, өмірлік жолды табу, кеңес беру секілді қасиеттерді адам бойында тұрақтатады. Онымен қатар татар баба адамға қолға алған істің шешілмейтін түйіні жоқ екенін, шындықты іздеуші адамды нақ жолға салатын бағдаршам беріп, рухани қуат пен сиқырлы күшке ие болдырып, жетістікке жеткізіп, рухани мықты адам етіп туғызады. 10. Баста. Баста начинай. Баста бабасы уақытша шегініп, аязда қалған жапырақтай солмай тұрып дамылдап, қауіпті сезгенде қуат жинау үшін шегінетін ақылды, жауынгердей сақтық қабілетін адамның бойына дарытып, қарсылық шамадан тыс ауыр болып қарсылыққа шыдамайтын әлсіздікті адам өз бойынан сезген кезде дем алғызып, қуат жинатып, қарған аяздың бетін қайтара білу түйсігін адам бойына дарытады. Демек, баста бабасы адамға қыстың қытымыр күндері дем алып, көктемде қайта көктейтін ағаш секілді іске қайта кірісетін қуат көзін береді. Табаш. Табаш, тап найди, аш открывай. Табаш бабасы түйсік пен түйсіну, өмірлік күшті арттыру, сәттілікті түсіну, көріпкелдік қасиет, құпияларды ашу мен білу, ғарышпен байланыс, күрделі түйінді шешу, жол ашу, қуат жинау, қатерлі күштерден сақтану секілді қасиеттерді адам бойына орнықтырып алға жетелеп, табиғатынан әнші, суретші болғызып туғызады. Демек, табаш бабасы адамның бойында түйсіну, сезіну, ұғыну, бет алған бағытын нақты таба білумен қатар, оны тиянақты түрде іске асыра білу қабілетін дарытады. 12. баба қаңғу. Қаңғу бродить, бесцельно идти. Қаңғу бабасы ескертуге қарамай, тоқтамай, бөгеттің бар екенін біліп тұрып, іске кірісіп, сатқындық жақынынан екенін білсең де ескермей, өз еркіңмен жазымышқа ұмытылып, іске аспас шаруамен айналысып, құлдырап, алдамшы дүниеге еніп, арақ ішіп, карта ойнап, анаша тартып, зорлық зомбылық жасап, дос жаранды бетіңе түкіртіп, артыңнан күл шашқызып, дәрменсіз күй кештіріп, теріп алуға мұрша бермей, қолда барды шашқызып, өз
өзіңді кедергі жасатып, нақтылықтан алыстатып, бұлдыр мақсатпен айналыстырып, бәрі жалған дегізіп, кеседегі суға батып кету заңын адамның бойына орнықтырады. Жүйкенің тозуын сабырмен тоқтатуға әлі де мүмкіндік бар. 13 баба төліс. Төл основная іс дело. Төліс бабасы бақытқа жол ашып, ізденіс жолындағыны демеп, өмірін өрлетіп, тұқырлып қалса алға итеріп, дем беріп, қауіп қатерсіз даналыққа саяхаттатып, ақиқатқа апаратын жолын нақтылап, жамандықтан сақтап, күрделі ісін орнынан қозғап, өзіне атқартып, шындықты іздеудің жолына шығарып, ғылым мен ілім арқылы бір орында тұрғызбай жылжытып, мақсатына жеткізу арқылы адамның өзіне деген сенімін өресіне тұрақтатады. 14 баба қыңыр. Қыңыр упрямый. Қыңыр бабасы елеңдеп көрінген істің басын шалып, тосын бағытқа кетіп, тоқырап, кедергіге ұшырап, тұйыққа тіреліп, сенімсіздікке тап болып, шаруасының сәті келмей, жақын туыс, дос жаран, қызметтермен қақтығысып, түсінбестікке ұшырап, олармен байқап араласып, әзілге сүйеніп, райынан қайтпай, ішкі дүниесінде жүріп жатқан бұралаңдарды аттап өтпей, адам істің жөнін жөндеуге жол табу үшін күреспей, өзін қолға алмай, ойланбай, зерттемей, зерделемей, кедергіден өтуге күш салмай, жігерін жанымай, жақсылық күтпей, бойындағы енжарлықты жоймай, алмағын, жетпегін бұлдыр сағымға айналдырып, таразы басы тең ұстап жүре білмейтін бір беткейлік райын адамның ақылына егеді. 15 баба оқыс. Оқ пуля, ыз строчи делай. Оқыз бабасы жауынгерлік рухта болу, тағдырмен арпалысу, тылсым күшпен табысу, денсаулықты бағымдап емдеу, жоғалғанды табу, мақсатты орындау, жүйкені оятып, демеу, іргелі істердің шешімін тауып, пайдаға асыру, қасиетті дамыту арқылы кез келген құпия немесе жасырылған дүниенің жауабын аян арқылы болжау, өзгеріске бет бұрып, руханиятты жалындатып, түйінделген ойларды жаңғыртып, ақылдан өреге өтетін сабыр амалын меңгеріп, рухани азаттықтың жашы жауынгері болып, жоғалғанды тауып, ескіргенді жаңартып, жаңа табыстың жалауын көтеріп, өзгеретін кезеңді өзгелер танымастай жасап өзгертіп, жаманын келмеске жіберіп, қайтып оралуға мұршасы болмайтындай жасап реттейтін қасиетті адам болмысына орнықтырады. 16 баба қысым. Қысым раздавливать, угнетать, задавить. Қысым бабасы өткен өлді жаңа жоқ болып, берекетсіздік, беймазалық басталып, табыстан айырылып, махаббатта жолы болмай, жоқшылық арындап, күйттеу кеңірдектен алып, сатқын достар қылғындырып, жаныңа жақыныңнан қысым көріп, сатқындық арқасына мініп, ой біткеннің бәрі солған шөпте салбырап, дәрменсіздіктен өзгенің жетістігін тамашалап, жан күйзелтіп, артқа қайта қайтпақ ой ағын судай бір орында тұрмай, алға басуға кедергі болып, бүгінгі күнмен ғана өмір сүріп, 15 іспен айналысып, жаңаша тіршілікті бастауға тағдыр кедергі болып тұратын адасудың ауыр салмағын адам бойына тұрақтандырады. Сабырлы, бұл жағдайды тек қана даналық жолға түскен сабырлы ғана жеңеді. 17 баба қан құй. Қан кровь, құй наливай. Қанқұй бабасы жүктіліктен нұр болып, ерендеп ұрпақ туып, шежіренің көрігін қыздырып, сәби, нәресте, перзент биіктігінде өмірге бала келіп, тұмарға қан құйып, құт игертіп, бақыт тұрақтатып, ер балаға қуат, тұлымдыға өмірге деген құштарлық бұйыртып, артықшылыққа ие болып,
ойланған ой діттеген жеріне жетіп орындалып, бастаған іс ретімен аяқталып, жаңа іске жол ашу қасиетін адамның бойына орнықтырады. 18 баба қоқыс. Қоқыс мусор. Қоқыс баба тұралап есі кеткен тұрақсыз тағдыр, ақыл құйтырқыланып қорқыныш үдеген, тар жол тайғақ кешуден шығуға тырысу, жарық көрінбей, ескіден қалған қоқыс жаңаны шаңмен басып, сыпыруын сыпырғанмен шаң жоғары көтеріліп, баяғы орнына қайта қонып, шыбын көңіл күйреп, ақылды ұрлап, белгісіздіктің алаңы кеңейіп, арам шөп қаптап қиналып тұрғанда үзілмеген күдер ауыртпалық шапанын шешкізіп, жаңа өмірге сәуле шашу үмітін адам болмысына салады. 19 баба түркеш. Түр приподнимай лицо. Кеш, вечер, поздний час. Түркеш баба күн шығып, арайлы таң атып, аян алып, жаңа іске кірісіп, өзгеріп көркейіп, табысқа жетіп, өзін тауып, жаңаның жаршысы болып, байлықты еселеп өзгеріп, келеңсіздіктен құтылтып, дерт пен қайғыдан арылтып, тағдырдың тезінен өткізіп, көркейтіп, табысқа жеткізіп, өмір құндылығын нақтылап, шапырашын ашып, шаттықтың туын көтертіп, күш жігерді бір бағытқа бұрғызып, асқардан асырып, түн көлеңке, жарық өмір екенін ұқтыртатын өлшемді адамның рухани байлығы етіп жасайды. 20 баба лас. Лас грязь. Лас баба уақытқа өз дегенін жасатып, шалдықтырып, қараңғыда жарық іздетіп, әуреге түсіріп, тағдыр мылқау болып, еш нәрсе айтқысы келмей, өмірді басқаларға қызмет еткізіп, бәрін теріс айналдырып, адамды өзіне өзін жұбаныш жасатып, ойды терең қазғызып, өмірден алмағын алу үшін қиналдырып, қимыл жасатпай, адамды тығырыққа тығудың ақпаратын ұйымдастырады. 21 баба құрдан. Құрдан из ничего. Құрдан баба пайдакөстік, құлқынның құлы, барымташылық, ұрлық, жеміт, жол торушы, тонаушы, есеп шоттан жеуші, парақорлық, қауіп қатер, жамандық ұйымдастырушы, есеппен шаңырақ құру, қиын сәтте жақыныңа дем беру, ашу ызаны пір тұту, басына түскен істі басқалардан көру, келеңсіздікті ұйымдастыру, күйттеген күйкі түрлікке жақын болу, адамды өзіне өзін өкпеле жасатып, тағдырына ренжітіп, жігерін құм жасатып, шыдамдылығын қиянға шығаратын көргенсіздікті пенденің бойына салады. 22 баба қамыт. Қамыт, хамут, упряжь. Қамыт баба кек, кеудені келіп бара жатқан кек, қомағайлық, көрсе қызарлық, жалған жол, жалған қызғаныш, басқалардың жетістігін көре алмау, тұқым қуалап, құтылуы қиын саз батпаққа батырып, ұрпағын ойлатпай көре алмаушылық, тоғышарлық, іштарлық, парақорлық, пайдакөстік секілді жаман әдеттерді қамыт етіп, құтыла алмайтындай бекітіп, бұралқы итке тән тағдырды адамның болмысына салады. 23 баба тігер ақауды. Тігер может шить, ақауды недостаток. Тігер ақау баба байлық, адал байлық, шығармашылық шабыт, жаңашылдық алау, ішкі дүние байлығы, сезім, адамгершілік, пейіл, мерей, жалындап адал сүю, жаңа іс бастау, құштарлықты дамыту, құндылықты сақтау, табыстан табысқа жету, сауда-саттықты реттеу, жоқшылықтан шығу,
қауіп қатерден сақтау, үйге ие болу, ақшаға ие болу, бұйым сатып алу, қызметінің өсуі, жайлылыққа жету, ақша, құнды заттарды қорғау, қуат, қызмет, жылы жай, іскерлікті дамыту, бар ойды, жігерді, күнделікті шаруаны құнттауға бағыттау, қиялға беріліп, құнсыз ойдан сарай тұрғызғызбай, жетпегеніңді жеткендей көрсеткізбей, далдақтатпай, жеткен жетістігін сақтатып, өркендеткізіп, адамның бойында іскерлік алауын жағып, ертеңгі күнге деген сенімін арттырады. 24-ші баба Жаншу. Жаншу – мять, давить, придавить, утаптывать, затоптать. Жаншу баба бәрінен айырылып, байлықты жоғалтып, ортадан аластатып, жалындаған отты сөндіртіп, мақсатқа жету жолына кедергі түсіріп, жақпақ болған отын отқа жалматып, дүниеден айырылтып, жанына жақынды жоғалтқызып, жағдайды шатқаяқтатып, ойды екі-үшті болғызып, жұмысты шешілместе жатыстырып, бәрін саусақтың арасынан судай ағызтып, сынық жалғанбай көңіл сынып, жақынның өзі қашып кеткендіктен кегіңді оңды солды шашқызып, екі-үшті оймен алыстырып, қиындыққа қарсы тұрғызбай тұрған кедергіге қарсы тұратын жігер беріп, адамның өз жан дүниесіне саялы бақ еге білу қасиетін тұрақтандырады. Баба ақпаратынан адамның бойына келген егу заңдылығы нағыз өлшем. 25-ші баба Жоғым. Жоғым потерянный. Жоғым баба қауіп қатер, кешігу, тығырық, кедергі, асуға болмайтын кедергі, қимылсыз отыратын сәт, сәттілікті тоқтату, лай су молайып, таза су лайланып, тылсым қуат әлсіреп, рухани жаңғыру доғарылып, жеңіске жетер сәт тұманданып, қызу қанды пенде кері кетіп, жарқ ете қалар жеңісті сезбей, қамығып құлдырап тұратын жігерсіздікті адамның бойына салып, тығырықтан шығу жолын іздетіп, сары уайымға салып, сарылтады. 26-шы баба Кедергі. Кедергі препятствие. Кедергі баба қолаяқ байланған, қарыс қадым жүруге мүмкіндік жоқ, жұмыс біткен доғарылған, істің бәрі кейінге қалған, ішкі жан дүниеңде соғыс, барлық ойланған, жоспарланған жұмыстар керегі жоқ ыдыстай жуылмай шашылып, жаңа жұмыс бастауға көңіліңнің хошы жібермей, жанды қинап, мазаны алып, бітіре салатын жұмыстың басы көрінбей, мақсаттың бәрі шегеріліп, кейінге қалып, шалдығып, басты тасқа соғып, адамға ой түйіндетпей, таразы татқызбай, жоғалтқан ойының салмағын білгізбейтін кедергіні адамның бойына салады. 27-ші баба Шумөр. Шу, мөр, печать. Шумөр баба шекара, аймақ, тағдыр, жазмыш, озмыш, аманат жер, іскерлік тұрақтылығы, қауіпсіздік, ұқыптылық қорғап қоршау, емдеу, ақы ие, ептілік, дүниеге ие болу, жұғымдылық, тіл табысу, адамдардың денсаулығына көмектесу, ұтыс ұту, мұраға ие болу, қымбат зат сатып алу, атқан оғын нысанаға дәл тигізу, тағдырдың сыйын құнттай білу қасиетін адамның бойына кіріктіре орнықтырады. 28-ші баба Әккі. Әккі хитрый. Әккі баба қарызға белшеден бату, ескірген дүниенің тозған ұқпай соған байланып қалу, жаңаны жандандыра алмау, өзгелердің тірлігінен сабақ алмау, өзіңнің басынан өтіп жатқан қиыншылықты түземеу, әккі болам деп жолыңа шуа шығу, өмір сүру ережесін бұзу, жаңа ереже дайын болмай ауырға соғу, талайымның тартпасына бату, басқаның алаңында ойнақтау,
өз алаңын қорлау, өзіне таныс жолмен жүрмеу иттігін адамның болмысына жазады. 29 баба тапқаш. Тап найди, қаш убегай. Тапқаш баба қирату, қарғыс, құбылыс, ақырындату, баяулату, қатер, ауру, кесел, дерт, жамандықты қорғау, жақсылыққа қарсы шығу, қауіп-қатермен бағынбайтын құбылыстарды молайту, қарғыспен ату амалын пайдалану, құрдымға кету, тағдырдың сыйын аластау, басқа түскен ауыртпалықты басқадан көріп, ол пенденің тағдырын қирату мүмкіндіктерін адамның пешенесіне жазады. 30 баба мығым. Мығым крепкий. Мығым баба жамандықтың қысымы сондай, бұған дейін жасаған барлық істі талқандап, сенетіндерді сенімнен кетіріп, пенденің өзін ертеңгі күнге деген сенімнен айырып, қиратудың келбеті сан құбылып, қисайып, сетінеп, шытынап, сынып тұрған сәтте, адамның бойына үнжырғасын сүртпей, мың құбылған қиындықты жеңетін қуат береді. Атар таңның жақсылықтан тұратынына деген сенімді нығайтады. 31 баба соқ дана. Соқ бей, куй, дана мудрость. Соқ дана баба қауіпті жағдайдан қорғау, даналықты игеру, қорғау, қоршау, махаббат, жеңіс, қадағалау, жаудың бетін қайтару, шиеленісті шешу, ойшылдыққа жол, ұлы шешім қабылдау, алданудан қорғау, сәттілікті жақындату, махаббатты тыншыту, бастамалар, жаудың мысын басу, болар оқиғаны өз қолыңа алу, жаңа бағыт, жаңа мақсатқа қадам жасау қасиетін адамның болмысына жазады. 32 баба даңғаза. Даңғаза бахвал. Даңғаза баба ауыртпалығы мол кезең, біреулердің зорлығымен қимылдау, жаудың мүмкіндігін білмей далбақтау, атқаратын істің қырын беріп бағынудан кетуі, адасу, асығыс шешкен әр ой, қиындыққа қиындық жалғап, өліп қалғың келетін жағдайды туындату, ақмақтық, көкірек керіп мақтану, бос алаңда сән салтанатқа толы сарай салған деу секілді кеселді адамның бойына жазады. 33 баба қарлық. Қар закалять, снег, лұқ, святость. Қарлық баба жекпе-жек, өзгеріс, қуат тасыту, байлықтың аңшысы, табиғи қуат, табыс, жаңаны ырыққа көндіру, емдеу, денсаулық, жақсыны жаныңа жақын ету, жаңғыру, достық, махаббат, еркектің қуаты, әйел мейірімі, өзіне сену, денсаулық игеру, жақсылыққа жету, салауатты өмір, ғанибет тірлік, қуатпен қауышу, тосын жағдайдан қорықпау, жаңа дәурен бастау, жеңіске толы асулардан асу қасиетін адамның бойына жазады. 34 баба кеміс. Кеміс больной полдела. Кеміс баба кешегі жақсы күштердің қарсы қимылы, жамандық, қауіп, жағдайдың күрделенуі, шатпырақ тіршілік, болмақшы жағдайдың ішкі құбылысын сезіне білмеу, көп жағдайда басқаларға тәуелді болу, шешім қабылдай білмеу, жағдайды әлің жеткенше түсінуге тырыспау, кінәні өзгеден емес өзінен іздемеу, рухани дүниеде тұрған кереметті сыртқа шығара білмеу кемшіндігін адамның бойына жазады. 35 баба абар. Аутосома ар совесть. Абар баба ноян, құдіретті күш, тұтастық, жер мен көктің құдіретін құрметтеу, жеңіс, денсаулық, емдеу, махаббат, арпалысты демеу, жеке басты қорғау, ерлік, қисынсыздықты жеңу, жекпе-жекте жеңу, жаңғыру, тез айығу, ер адамға тән қасиеттің арындауы, күрес, айқас,
шат көңіл, керемет оқиғаны бастан өткізу, мінез бен құлықты жігерлендіру, мойымас күшке ие болу, рухани әлемде жетістікке жету секілді қасиеттерді адамның бойына салады. 36-шы баба Маубас. Маубас тупой. Маубас баба жұмыстың қожырауы, кедергі, істің жан-жақтан жамырап, жан алқымнан алуы. Сенімнің күші иілген, бас көтеруге шама жоқ, ой жоқ, шабыт тоқыраған, достық пен махаббаттың әуселесі жүнжіген, болған іске болаттай болмау, дер кезінде қимылдамау, көндігіп қалған тірлікке басқа көзқараспен қарамау, құлдырауға түскен жүйені ретке келтірмей, жел қуып құлдырау үрдісін адам бойына жазады. 37-ші баба Тибет. Ти трогай бет лицо. Тибет баба табиғат құдіреті, тағдыр белгісі, жыл қорытындысы, уақыт, еңбек, төзімділік, таңдай білу, сый, уақиғаны нақтылау, жеміс, заңдылық, сыйға сый, тыңғылықты іс, табыстан табысқа жету, уақытты меңгеру, байлық көзін ашу, марапат, жақсылыққа жақсылық, барлық басталған істі жақсылықпен аяқтау секілді қасиеттерді адам бойына орнықтырады. 38-ші баба Мезі. Мезі наскучивший. Мезі баба кінәнің қайрым қайтарар кезі келді. Өткенде істеген кінәң қастандығының алдынан шығуы. Уақыттың жақсылық жақындататын кезеңінің алыста тұруы. Кедергінің күннен күнге молаюы. Мезің кетіп, күйзелістің басыңа орнығуы, тырмысу, тал қармау, сынған бұтақты қолға ұстап құрдымға кету, уақытты тездететін амал жоқтығын ұқтыратын келеңсіздіктің қара бұлтын адамның бойына үйіреді. 39-шы баба Сабыр Омат. Сабыр спокойствие, медитация, ом, отстреляй, конь. Сабыр Омат баба әулиелік, әмбебаптық, сиқыр, арақатынас, сыйымдылық, ілім, білім, ән, ақындық, жазушылық, сынақ, пікірлесу, Құдайға бет бұру, Тәңір діні алғы шарт, 300, 20 ел, 3 теле, діл, тіл, тінді құрметтеу, рухани байлықты арттыру, әлеммен тіл қатысу, қиындықты шешу, қуатты арттыру, даналық, қызыл тіл, дарынды ояту, шабыт, керекті адамдармен байланысу, даналық, сынақ, қасиет, тіршілікке ыңғайлы болу, жақсылыққа жақын тұру, Құдайдан марапат, аруақтан сый алу, қасиет, қабілет қону, рухани биікке жету секілді құдіреттерді адамның бойына дарытады. 40-шы баба Шырмау. Шырмау казус. Шырмау баба айтқан мен естігеніне сенбеу, алдау мен арбау ішкі дүниенің сиқы. Тіршілік пен тірлік қатал сабақ өткізіп, қауіпті молайтып, жауапсыз екі ойдың шырмауын шырмап, бәрі түсініксіз, барлығы дұрыс деп жатқан жоқ дегізіп, сәтсіздік, адамдармен жақындасуды қиындатып, адамның өзін өзі жақсы көрсетуін қиыннан да қиын іске айналдырып, жүйкесін шаршатып, ұнжырғасын сүріп, бос кеуде жасап, пұшпаймандық дертін адамның бойына жазады. 41-ші баба Алтай. Ал возьми тай жеребенок соскользни. Алтай баба басқару, сауда, жол, кеңістікте қозғалу, алысқа сапар, шұғыл өзгеріс, көш, сана, өрі, ақыл, өзгеріс, қасіретке көмек, адал достық, қозғалыс, ұмтылыс, өркендеу, даму, өзгерісті жеделдету, кедергісіз саяхат, тұралап қалған істі қозғау,
жазылмас дертке шипа, қасиетсіздікті жою, таза жол, нақтылыққа кепілдік, жаңа бастамалар, күрт өзгерістердің негізін салу, жақсылыққа бастайтын істердің басында болу секілді қасиет пен қабілеттерді адамның бойына тұрақтандырады. 42-ші баба саңылау. Саңылау отверстие. Саңылау баба кедергі, кенеттен алыс жолға шығу, қиындыққа толы түсініксіз өзгеріс, белгісіздік жолды бөгеу, кінә, құрдымға құлау, қиындықтан құтқару, тағыр қолда, саңылау, жарық, қимыл, артық сөзге келмеу, күте білу, пайдалы іс, көңіл қошы, қоян алатын күнді жақындату құбылысын адамның бойына орнықтырады. Адамға осы бабадан ақпарат келгенде өзіне деген сенім молайып, өмір сүруге құлшынады. 43-ші баба массақет. Масс пьяный, сақ осторожный, ядро ет мясо делай. Массақет баба мереке, мейрам, даналық, кемеңгерлік, өмір ағымымен сәйкестік, саяхат рахаты, махаббат, қуаныш, таң қалу, мейірім, қуатқа ие болу, қасиет аршу, кедергіні жою, ренішті аластау, қанағат, бақыт, қуану, жаңа көзқарас, жаңа таным, тер төгу, бас қатырған күндердің барлығы артта қалып, қиындық ысырылып, жақсылыққа орын босату, кезінде жасаған бармақтай жақсылықтың таудай болып адамның болмысына оралуына мастық пен баш жазу атты ішірткі арқылы кедергі салады. 44-ші баба бұғау. Бұғау цепи кандалы подчинить себе. Бұғау баба өмір мерекесі, артық кетсе құлау, бақытты күндердің елесі, бас жарылуға жақын, күйзеліс, жалған достар, барлық іс қараңғы қоюлықта, жақсылық құрбандыққа шалынған, күн күркіреп, найзағай жарқылдап дегбір шашқан, қайырымсыздар қасыңда, қайырымсыз іс түбіңе жеткен, терең күйзеліс, күдік, өтірік, алдану, жазғыру секілді кері кеткен болмысты адамның бойына жазады. 45-ші баба уақ, мелкий, Y хромосом. Определяет мужскую суть. Уақ баба арыс, еркектің қуаты, жаратушы күшіне ие, құдіретті қуат, шеберлік, жаңашылдық, қауымшылдық, шығармашылық, достық, махаббат, қызмет, ақылға тән теңдік, қасиетті арттыру, дұрыс жауап алу, ақыл, тән саулығы, одақ құру, жанұя тұтастығы, үйлену денін ұйымдастыру, ұрпақ жалғастыру секілді құдіретті қасиеттерді адам бойында нақтап орнықтырады. 46-шы баба қаңсу. Қаңсу проюрканье. Қаңсу баба әлсіздік, ақмақтық, жол болмау, жетесіздік, кінә, кінәні мойындамау, адасу, шығармашылық істердің төңкерілген қазандай қаңсуы, жанұядағы ырың-жырыңның бітпеуі, қайда барсаң да, не ойласаң да, ойың кебе сияқты секеңдеп, алға басқан қадамды артқа кетіретін айығуы ұзақ дертті адамның бойына жазады. Осы бабадан келген ақпаратты жеңу үшін сабырға келіп, байсалды өмірді бастау керек. 47-ші баба. Қау, захвати, X хромосом. Қау баба шора, адам, еркек, қуат, даналық, батырлық, көрегендік, кемеңгерлік, болжау, қорғау, қоршау, аналық, қасиет, жауап, туу, ұйыстыру, сүйу, босану, татулық, құт, шығармашылық, тіршілік, жаңғырту, молайту, жағдай, оңтайлау, мақсат,
жүзеге асыру, үйлену, бала туу, өркендеу, сезіну секілді ұлы қасиеттерді адамның бойына жазады. Бабадан келген ақпаратты тұрақтандырып, ұрпаққа береді. 48-ші баба кісе. Кісе есік, кісе узел, есік дверь. Кісе баба кедергі, батпан, бауырлық, ауырлық, алға басу, қадам, қарғыс, айбын, ішкі дүние, сырттағы іс, байлау, қиындық, болмыс, тұмшалау, ауыртпалық, ақсүт, адалдау, ескерту, құлдырау, жалғасу, мазасыздық, ұлғаю, ара қатынас, үзілу, берекетсіздік, бастау, шабылу, шаршау, заң, кешірім секілді ғанибеттерді адам болмысына жазады. Жаманнан алыстап, жақсымен қал. Бауырым, тайға таңба басқандай жасап, баба үніне тиесілі таңбалардың қайдан шыққанын, нені білдіретінін нақтылап айттым. Бауырым, жер бетінде бір ұлт, қазақ деген ұлт, 46 хромосомды дерлігімен таңбалаған. Бұл керемет ілім. Сенің ұлтыңның мақтанышы, мақтан. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 152-162 беттердің аралығы.